Қайырлы кеш, қазақ елі. Ұзату той, сүндет той, бесік той, 50 жас, 70 жас қаптаған қазақтың тойы қазақты кредитке, қарызға батырып, кедейлік деңгейге түсірді. Осы тойдың кесірінен көптеген отбасылар банкроттық жағдайға түсіп, үй жайында ұрыс керіс болып, ажырасу көбейді. Қазақстан ажырасу бойынша дүние жүзінде бірінші орынға шығыпты. Бұл масқара жағдай. Енді қараңыздар, осы тойды ұйымдастырушы, тойдың төңірегінде жүрген тамадалар, өнген той жасайтын адамдар, бұлар қазақты жоюмен айланысып жүрген адамдар деп есептеуіміз керек. Енді қараңыздар, той жасайтын адам көбінесе өрге күрек, мақтаншақ, сасық кеуде, өден өсекші болады. Себебі бұлар бәленше бүйтіп айтты, бәленше түген айтты деп біреулерге жағу үшін өзінің отбасының қаржысын желге шашып, кредитке кіргізіп, қарызға кіргізіп, қаншама отбасыларды кедейлік деңгейге түсіріп жатыр. Сондықтан қатын бастаған көш оңбайды дейді. Осы көбінесе, осы тойды, томалақты көбінесе жақсы көретін қатындар, қыз келіншектер. Міне, сондықтан айналайын қазақ елі, қазақ жұрты, мен осы тойдың зиян екенін осы қаншама уақыттан бері айтып келе жатырмын. Сондықтан сен мысалы кейбір адамдар менен нәке осы тойды қалай тоқтатамыз дейді. Сен тойды өзің тоқтат. Сен тойға бармасаң, ертең той тоқтайды. Қаншама адам кредитке бармайды, кредитке кірмейді. Енді қараңыз, сен тойға бару арқылы қаншама жетім жесірдің көз жасына қалып жатсың, себебі ажырасып жатыр. Сен тойға бару арқылы қаншама бала тойып тамақ ішпей отыр. Сен тойға барғанның кесірінен қаншама жастарымыз үйленмей жүр. Миллионға жуық жастарымыз үйленмей жүр. Осы тойдың шығындары, орынсыз шығындарының кесірінен. Сондықтан айналайын қазақ елі, қазақ жұрты, әрқайсыңыз, әр азамат пен азаматша тойдан бас тартуымыз керек. Тойға бойкот жариялауымыз керек. Ал енді мына кәсіпкерлер, тойхананың иелерін айтайын. Сіздер қазақ халқын адастырып, қазақ халқының маңдай тер еңбек етпей, алдап арбап, ақшасын жаңағы тонағандарыңызды доғарып, оданша тойханаларыңызды жауып, оларыңызды завод, фабрикаға айналдырып, жұмыс орындарын ашыңыздар деген мен сіздерге ұсыныс айтқым келіп отыр. Енді осындай менің ойымды, менің пікірімді басқа да әлеуметтік желілерге таратып, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, жаңағы WhatsApp группаларға таратыңыздар. Айналайын қазақ елі, қазақ жұрты, біз анау қазақтың тойы бітпесін бұл деп айтатын адамдар, бұл қазақтың тікелей жаулары. Қазақты тойға байлап қойып, қазақтың қазбабайлығын тонап жатқан адамдардың ісі. Қазақтың тойы, қазақтың қазынасы деген бұл да жаудың сөзі. Сөнен мына той қуатын өсекші, ақымақ, өрге күрек той жасайтын адамдардың мынандай сөздері бар. Өлсең де жетпейді дейді. Иә, өлсең де жетпейді. Себебі сен есепсіз ақшаңды оңды-солды шашсаң, қалай ақшаң жетеді? Есеп білмесең, ақша санау білмесең, ақшаңды дұрыстап, құптап ұстап білмесең, әрине жетпейді. Одан кейін екінші былай айтатын бұл той жасайтын ақымақтардың сөздері, сен той ақшаңды көрге алып кетесің бе дейді. Айналайын, ақшаңды көрге емес, сен бала-шағаңа жаңағы дұрыс тамақ ішкіз, бала-шағаңды дұрыс үйірмеге бер, бала-шағаңды дұрыс жолға түсір. Сондықтан біз мына той емес, біз бала-шағамызды кәсіп жасап, өнер, білім қууға үйретуіміз керек, айналайын қазақ елі. Сондықтан мына той жасайтын адам біздің қоғамда өте қадірсіз адам болу керек. Біз қоғам бұлардың жаңағы бұл ақымақ, біз халықты адастырып, халықты кредитке батырып жүрген адамдарды бұлар біз сыйламауымыз керек. Сондықтан бірге туған бауырың болса да, құдаң болса да тойына бармаңдар. Бір. Екінші мәселе, осы той төңірегінде жүрген адамдардың өтірік айтатындығында. Себебі ойбай ұят болады деп жаңағы тойға барады, өзі бет жылтырап жүреді. Сонда жаңағы қалай жағдайың жақсымыз? Жақсы деп қояды. Шындап келген кезде белшесінен кредитке батқан, үйінде күнде ұрыс керіс, сондай адамдар ұялмай тойда жүреді. Айналайын, сен неге ашығын айтпайсың? Мен сенің тойыңа баратындай жағдайым жоқ. Мен сенің тойыңа барғанша, оданша балам аяқ киім алайын. Мен сенің тойыңа барғанша баламды үйірмеге берейін деп айтуға керек. Тағы да бір айта кететін мәселе, осы бір жесір келіншек менің TikTok парақшама шығып, аға,
Маған да айтыңызшы, мен өзім жетісір келіншекпін, бала шағамды әрең бағып жатырмын. Мен туған туысқандарым мазамды алып қайыр тілеп тойға әлес-әлесе ақша сұрап қайыр тілеп жатыр аға. Мен не істесем болады дейді да. Мен солардың, осы келіншектердің туған туыстарын айтам, айналайын, сен жесір, өз әрең жанын бағып жүрген келіншектер неге қайыр тілеп ақша сұрайсың тойға? Өзі квартирада, өз әрең дегенде жанын бағып жүрген жастардан неге ақша сұрайсың қайыр тілеп? Өзі жаңадан тұрып келатқан бала шағасы көп балалы отбасыларды атаң тақпасына олардан қайыр тілеп ақша сұрайсың. Оларға көмектесудің орнына. Сондықтан қазақтың тойы бітпесін деп жүргендер қазақтың жаулары. Айналайын, қазақтың тойын тоқтатуымыз керек. Біз қазақтың атбасын өнерге, білімге, өнеркәсіпке жұмсауымыз керек. Ақша құртуды емес, ақша жинауды үйретуіміз керек біздің жастарымызға. Сондықтан айналайын, жастар, менің осы сөзіме құлақ асып, тойға бармаңдар. Той топастың ісі. Рахмет тыңдағандарыңызға. 60 жылғы ағаларымыз той істеп шаршамады. Тойына барын салды. Ештеңесін аямады. 70 жылғы ағаларымыз қазір той істеуде. Әбден тоже той істеді, бірақ тойдың қаншалықты қиын екенін, мағынасыз екенін түсініп қалды. Бірақ сонда да той істеп, ол кісілер де істеп. Енді менің қазіргі сұрағым, үлкен өтінішім мына 80 жылғы ағалары. Сіздер бастап берсеңіздер, той деген азайтсаңыздар. Сіздер қазір сіздердің кезеңдеріңіз келді ғой, той істеу, ұлдарыңыздың, қыздарыңызды тойын істеп бересіздер. Сіздер бастап берсеңіздер азайтуды. Өздеріңізді байқаған шығарсыздар, қаншалықты той деген мағынасыз болып кетті. Мағына да жоқ ол тойда. Қаншалықты қызық емес, қаншалықты барлығы бір қалыпты той. Қай форматта өтпесін, қай тойханада өтпесін, қанша ақша құртпаңыз, қай әншіні, қай тамадан шақырсаңыз да бәрібір қызық емес. Ешкім барғысы да келмейді, амал жоқтан барады. Қанша алыс жерлерден келеді үлкен кісілер тойға шақырды қойды. Әйтпесе барғысы да келмейді негізі. Азайтыңыздар, сіздер бастап беріңіздер. Жастар уже түсініп қойған, тойдың керек емес екенін, мағынасыз екенін түсініп қойған. Үлкендер түсінбей жатыр. Той істемесем ұят болады дейтін үлкендер түсінбейді. Азайтыңыздар. Сол той істемесем, шақырмасам ұят болатын деген адамдарыңызға біртіндеп звондап айтсаңыздар да болады. Той істемеймін мен, дұрыс түсінсең түсінеді де олар, қуанады да, барғысы да келмейді тойға. Ұят, сол ұят бармасам ұят болады, той істемесем ұят болады деген ұғым әлі миымызда жүр. Негізі ешкімге керек емес ол тойдың. Одан да сол тойға кеткізген ақшаңызды ипотеканың первоначалкасын төлеп, жастарға үй алып беріңіздер. Ол да болмаса егер, оны да істемеңіз, одан да сол ақшаны алыңыз да, тойға істеткен ақшаны 2 жасты балайына жіберіңіздер. Медовый месяц. Шетелге бір айға демалып қайтсын. Әлемді көріп қайтсын. Екеуі балайында жүріп, қарым-қатынастар өте жақсы болады. Ажырасу азаяды. Еш болмаған соны істеңіздер. Жастар түсініп қойды, қайталап айтамын. Тойдың қаншалықты керек емес екенін үлкендер түсінбей жатыр. Сол 80 жылғы ағалар бастап берсе, 90 жылғылар ғой, менің құрдастарым олар уже білет тойдың керек емес екенін. Олар істемейді, азайтады Құдай қаласа. 2000 жылғылар ғой, әлі күліп еске алатын болады. Үлкендердің істеген, той істеген 500 адам, 1000 адам шақырғанын айтып берсеңіздер, ертең неберелеріңізге күлетін болады. Сондықтан азайтыңыздар. Не деп ойлайсыздар? Өз пікірлеріңізді жазып қалдырыңыздар, талқылайық.